Саламатсыздар ма? Бүгін біз CodeMonkey платформасында сынып оқушыларына тапсырма бекітіп, және қандай курс түрлері бар екеніне шолу жасайтын боламыз. Ең алғаш өзіміздің сыныбымызға кіріп аламыз. Осы жерде қажетті сыныпты таңдаймыз. Мысалы 5-ші сынып болса, 5-ші сынып дегенді. Осы 5-ші сыныптың ішінде кірген кезде оқушының аты жөндері тұрады. Алдыңғы сабақта біз көрсеткен болатынбыз оқушыларды қалай сыныпқа кіргізу керектігін. Енді осы сыныптың ішінде оқушылардың санын көруге болады. Одан кейін барып оқушыларға жаңа курстарды бекітуге, тапсырмаларды бекітуге болады. Әртүрлі тапсырмаларды викторина бөлімі бойынша тапсырмаларды бекітсе болады. Және де оқушылардың жаңағыдай белсенділіктерін, іс-әрекеттерін, бағаларын осы журнал успеваемостьтен көрсек болады. Квалификацияда бөлімінде қай тақырып бойынша, қандай модуль бойынша оқушылардың жетістіктері көрініп отырады. Ал выставочный зал деген жерде ойындар болады. Ойындардың ішіндегі әртүрлі тапсырмаларды қоюға болады. Бұның барлығы кәдімгі Discover арқылы орындалатын болады. Ең алғаш оқушыларға бірінші тапсырмаларды бекітетін болайық. Курстарды бекітейік бірінші. Assignment бөліміне кіреміз. Осы жақтағы курстардың арасынан бізге қажетті курсты іздеп тауып, Python бөлімі бойынша осы тапсырманы береміз. Назначенный болып тұра береді. Бізде по умолчанию деп айтамыз ғой, по умолчанию бойынша барлық курстар оларға бекітіледі. Ал қажет емес курстарды сол 3 нүктенің үстінен басып, отменить назначение деген батырманы бассаңыздар, ол сыныптан алынып тастайды. Яғни, блочный программирование дегенге қажет емес маған дейтін болсаңыздар, осының ішінен алып тастасаңыздар болады. Және де бұл курстарды бекіту және алып тастау болса, сонымен қатар әртүрлі викторина тапсырмаларды да қоюға болады. Осының арасында мысалға Python тіліне байланысты банановая история деген тапсырма викторина бекітіп көрейік. Ол үшін назначить классу деген тапсырманы басамыз. Одан кейін барып, оны қай күнге дейін немесе мерзімін қоюға болады. Мысалға 22-сіне дейін бітіру керек деп. Осылай кіргізе аламыз. Енді осыны қалай оқушыларға не істегенін көру үшін бірінші өзіміздің аккаунтымыздан шығайық. Оқушының атынан кірген кезде бізде Алина Алимбай деген бар еді. Так, алдымен бірінші неге кіріп алайын. 1 минут. Оқушының аты жөнін ученикке. Бізде 2 оқушы бар. Осының ішіндегі Мери деген оқушының атымен басқа браузермен кірейік. Авторизоваться. Мери. Пароль. Оқушының атынан кіреміз. Оқушының атынан кірген кезде сіздерге жаңа ойындар, курстар, осы курсы деген бөлімде тұрады. Жаңа бізде банановая история деген викторинамыз бар еді ғой, осы мына жерде тұрмын орналасқан. Қазір осының ішінен мен алып тастайтын болсам, курстарды алып тастайын, бұл кезде сыныптан алып тасталмады. Отменить.
Отменить. Міне барлық курстарды алып тастадым, соның ішіне екеуін ғана қалдырдым. Енді оқушының страницасына ашып көрейік. Қарап отырсаңыздар, міне оқушының страницасында 2-ақ курс қалды. Ал жаңағы викторинаны көру үшін назначенные викторина деген бөлімде осы жерден көре аламыз. Осы жерден мұғалімнің берген тапсырмасын оқушы соның үстінен басып, ары қарай орындай алады. Міне. Бұдан бөлек мұғалім әртүрлі курстарды өзі жасай алады. Мысалға, ол үшін мына сол жақ бөлімде курсы бөліміне кіреміз. Осы жерде міне сіздерге көрсетіліп тұр. Пробный, бесплатный курстардың аттаулары, және де егер сатып алатын болсаңыз, оны ары қарай жалғастырып ойнап кете беруге болады. Бұның барлығын өзіңіз көрсеңіз, істеп көруге де, ойнап тапсырмаларды орындауға да болады. Мысалға, мұнан біреусін таңдайық. Начать кодировать десеңіз, жаңа оқушы сияқты сіз де істей аласыз. Одан бөлек ресурсы для учителей деген бар, оны біз келесі видеода көрсететін боламыз. Ал тапсырмалардың задание для класса деген тапсырма бөлікте тапсырмаларды бекіткен тұрады. Осының ішінде жаңағы мен берген 2 курста ғана көгілдір түспен беріліп тұрады. Ал егер мен осы жерден де мысалға ауыстыра аламын. Плюсті қоссам, ол жаңағыдай болады. X-тің үстінен бассаңыз, ол жаңағы курсты алып тастайды. Немесе мына төменгі жағында 2 батырма орналасқан. Осы 2 батырманың үстінен async all деген бассаңыз, ол барлық тапсырма барлық сыныпқа беріле береді. Async all дегеніміз ол барлық тапсырманы сыныптан алып тастайды. Осымен бүгінгі сабақ видео нұсқаулық аяқталды. Келесі сабақта біз CodeMonkey платформасындағы мұғалімге арналған ресурстар және шығармашылық тапсырмалар туралы айтатын боламыз. Сау болыңыздар.